Жақында TikTok қолданушылары Симпсондар мультсериалында Ресей президенті Владимир Путиннің өлімін болжады деген видео таратты. Бейнеде кейіпкерлер Путин бейітінің жанына келгенде етіп көрсетілген видеоға назар аударсақ. Бұдан бөлек, басқа да жазбаларда Украина президенті Зеленский болатыны болжанды деген әңгіме жиі айтылды. Желіде жиі талқыланатын Симпсондар мультсериалы жайлы ақпарат қаншалықты рас? Бірге тексерейік. Желіде тараған видеоның скриншоты. Ал енді мынау түп нұсқасы. Айырмашылықты байқап тұрған шығарсыздар. Мультсериалдың 22 маусымының 6 сериясында басқа кейіпкер, яғни Чарльз Бёрнстің жерлеу рәсімі болған. Оның Ресей президенті Владимир Путинге еш қатысы жоқ. Келесі скриншот. Фотошоп арқылы Путин деп өзгертілген. Қазақстандық Facebook қолданушылары Украина президенті Владимир Зеленский болатының мультсериалда болжады деп эмоцияға толы жазба қалдыруда. Мысалға, мына суретті қараңыздар. Бірінші көрген адам расымен мультсериалдан алынған үзінді деп ойлауы мүмкін. Мультсериалда Зеленский атты кейіпкер жоқ. Желіде тараған сурет украиналық иллюстраторлардың жұмысы. Суретті 2018 жылы 17 желтоқсанда Украинадағы ТСН арнасы президенттікке үміткерлерді Симпсондар стилінде жариялаған. Міне мынау сурет. Сонымен қатар VoxUkraine.org фактчек ресурсының журналистері желіде тараған суреттің мультсериалға еш қатысы жоғын да жазған болады. Бұл бірінші рет емес. Бұған дейін де мультсериалдың Украинадағы соғысты және коронавирусты да болжады деген біраз бұрмаланған әрі фейк ақпараттарды таратқан болатын. Құрметті көрермен, осы және өзге де ақпараттарды сайтымыздан және желі парақшаларымыздан оқи аласыздар. Бізбен бірге болыңыздар.